Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирусты пандемия деп жариялағалы, бұл вирус туралы көптеген жалған ақпарат тарады. Fact-Check.kz COVID-2019-ға қатысты ең көп таралған және халық жиі алданған абсурдты 10 фейкті ұсынады. Симпсондар мультсериалы коронавирустың пайда болатынын болжады. Мультсериалда вирустың ақш-қа Қытай тауарлары арқылы келгені көрсетілген. Maldita.es факт-чек басылымы анықтағандай, Симпсондардың бір эпизодында жапондық Осака қаласынан келген тұмау туралы айтылады. Ал суретке қатысты айтатын болсақ, оған фотошоп қолданылған. С витамині, фенхель шайы, кокаин, алкоголь және антибиотиктер коронавирустан емдейді. Бүгінгі күні коронавирустың алдын алатын және оны емдейтін дәрілік табылмаған. COVID-2019-да емдеу тәсілдері туралы өзекті ақпараттарды Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сайтынан үнемі тексеріп отыруға болады. Коронавирус өкпеге жеткенге дейін 4 күн ішінде кеңірдекшеде қалады. Осы кезде науқас жөтеле бастайды. Егер ол су көп ішсе және аузын жылы сумен, тұз немесе сірке суымен шайса, ол вирусты жоя алады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ресми түрде сірке суының коронавирусты жоятыны туралы хабарламады. Коронавирусқа қарсы вакцина 2020 жылдың соңы немесе келесі жылы дайын болады деп күтіліп отыр. Егер сәрсенбіге дейін коронавирус жұқтырғандар саны азаймаса, Италия өмірлік карантин жариялап, елге кіретін есіктердің барлығын мәңгіге жабады. Біріншіден, үзіндіде жіберілген қателерден сапасыз автоматты аударма екенін байқауға болады. Яғни, тараған хабарлама жалған болуы мүмкін. Екіншіден, мәтін факт тұрғысынан да мінсіз емес. Өмірлік карантин елдегі жағдайдың қандай болатыны туралы өзіңіз ойлап көріңіз. Қытайда канализациядан 100-ден астам Құран табылды. Міне, сондықтан осындай қайғылы жағдайдың жалғасуына себеп болып отыр. Алла оларды бұл әрекеті үшін кешірмейді. Суреттің Қытайға еш қатысы жоқ. 2013 жылы Сауд Арабиясында түсірілген. Таиф қаласының Әл-Салам ауданында мектеп оқушысы канализация тесігінен судың атқылап жатқанын байқап, әкесіне қоңырау шалған. Оқиға орнына келген полиция канализациядан 50-ден астам Құранды су күйінде алып шыққан. 302 мың жазылушысы бар каналдың видеосында зімбір барлық дерлік ауруға, коронавирусқа да емделінген. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирус туралы түрлі алып қашпа әңгімелердің рас өтірігін анықтады. Оның ішінде зімбір туралы дерек те бар. Ол вирусқа қарсы көмектеспейді. Ешқандай тағам сізді вирустан қорғай алмайды. Ал кейбір адамдарға зімбір тіпті зиян. Коронавирус салдарынан 20 миллион Қытай азаматы исламды қабылдады деген видео тарады. Онда мұсылмандар бұл вирусты жұқтырмайтындығы жайлы айтылады. Бұл видеоның коронавирусқа мүлдем қатысы жоқ. Қытай азаматтары бұл вирустың кесірінен ислам дінін жаппай қабылдап жатыр деп те айта алмаймыз. Видео алғаш рет 2019 жылдың 5 маусымында, яғни вирус шыққанға дейін жарияланған. Әлеуметтік желілерде мешітке классикалық костюмде келіп, намаз оқыған адамдардың видеосы таралып жатыр. Видеоның сипаттамасында құлшылық еткендердің бірі Қытай Халық Республикасының премьер-министрі екені жазылған. Бұл жалған. Видеоның жарияланған күні 2015 жылдың шілде айы. Видеода намаз оқып тұрған адам Малайзияның бұрынғы премьер-министрі Абдулла Ахмад Бадави. Қытай коронавирустан 20 миллиард доллар пайда тапты. Қытай коронавирустан еш пайда таппады. Бұл бар болғаны Путиннің орнына Си Цзиньпин қойылған зомби фейк қана. Билл Гейтс коронавируспен күресу үшін имплантталатын микрочиптерді пайдаланады. Бұл ақпарат жалған. Ол екпе мәліметі бар тату маркировкалары туралы болған. Бірақ адамдарды аңдай алатын қабілеті жоқ. Бұл материалды толықтай түсіну үшін сайтымыздан оқуға кеңес береміз.